Лиза өз пәтерінде отырып, жұмыс туралы хабарландырулар іздеді. Ол 2 ай бойы табыссыз үйінде отырды. Есеп-шоттар да түсуді жалғастырды. Сондықтан тезірек жұмыс табу керек болды. Ол әлеуметтік желіде күтуші туралы хабарландырулар көрді. Ол жақта 2 кішкентай балаға қарау керек деп жазылған болды. Олар 6-7 жастағы балалар екен. Төлем ақысы өте тұрақты болды. Сондықтан Лиза сол нөмірге хабарласты. Телефонды бір қарт адам алды, және ол шынымен де бала күтуші керек деп айтты. Таныстық барысында үйіме келуді ұсынды. Бұл мекен-жай Лизаны ұятқа қалдырмады. Оған бұл жұмыс өте қажет болды. Үй қаланың шетінде орналасқан. Келесі күні ол сол үйге қожайынына және 2 баланың анасына барды. Ол үйге келіп, үйдің қақпасына таңғалды. Терезелердің бәрі сынық. Лиза өзін біртүрлі және жайсыз сезінді. Ол қазірдің өзінде келіп қойғандықтан ішіне кіруді жөн көрді. Және оған ішінде не бар екені қызықты болды. Ол есікті қақпақшы болғанда есік өзімен өзі ашылып кетті. Есікті бойы ұзын, өте арық және де 89 жастағы әже ашты. Ол Лизаға үйге кіруді ұсынды. Содан кейін олар қонақ бөлмеге барды. Бұл ескі қорқынышты әйел қуанышты болып тұрды. Дәл осы кісі 2 баланы қарауға хабарландырулар жіберген екен. Лиза ештеңе сұрап үлгермеді. Бұл қарт адам салқын қолдарымен Лизаның қолын ұстап бір жерге алып кетті. Олар коридорда өтіп бара жатқанда Лиза көптеген ескі фотоларды көрді. Олар барлық бөлмені айналып шықты. Спальня, ас бөлме, қонақ бөлме. Біз ұзақ айналып жүрдік, артқы есік шықпайынша. Лиза қорқа бастады. Қарт кісі оны қайда алып бара жатқанын түсінбеді. Лиза қолын алып тартып алды. Мен сізді өзімнің балаларымен таныстырғым келеді. Сол үшін мен сізді мұнда әкелдім, Лиза. Ал әйел былай деді. Міне, бұл баланың есімі Марк. Ал бұл Айнет. Олар өте тату-тәтті жігіттер. Ол ағаштың жанындағы ойыншықтарды көрсетті. Оның жанында ешкім болмады. Бірақ жерде өте көп ойыншықтар болды. Лиза әйелдің есі дұрыс емес екенін түсінді де қорқып жиналмақшы болды. Ей, қайда асықтыңыз? Мен сіздің әлі жұмыс орныңызды көрсетпедім ғой. Ол саусағымен біртүрлі үйлері мен бұталарды көрсетті. Лиза бұны көрді. Шын мәнінде бағанағы кемпір саусағымен осыларды көрсеткен екен. Тастарда Марк және Айнет деп жазылған екен. Менің балаларыма қарау үшін сіздің солардың қастарында болуыңыз керек, солай емес пе? Бұл сіздің жаңа жұмыс орныңыз, солай.